Аяқтағы ісіну себептері мен оны кетірудің 3 табиғи әдісі. Аяқ ісінуінің себептері. Аяқ ісінуі денедегі сұйықтықтың тоқырауынан, застойдан пайда болатын құбылыс. Бұл жағдай түрлі факторларға байланысты болуы мүмкін. Ұзақ уақыт тұру немесе отыру, қан айналымының баяулауы салдарынан сұйықтық тіндерде жиналады. Тұзды және майлы тағамдарды көп тұтыну ағзадағы судың ұстап қалуына келеді. Ыңғайсыз немесе тар аяқ киім қан айналымын бұзып, ісінуге себеп болуы мүмкін. Бүйрек, жүрек немесе бауыр аурулары ағзадағы сұйықтық алмасудың бұзылуына келеді. Гормональды өзгерістер, жүктілік немесе етеккір кезінде жиі кездеседі. Веноздық жеткіліксіздік, варикоз, аяқтағы қанның дұрыс айналмау салдарынан ісіну пайда болады. Егер ісік ұзақ уақыт кетпесе немесе ауырсынумен қатар жүрсе, міндетті түрде дәрігерге қаралу қажет. Аяқ ісінуінің кетірудің 3 табиғи әдісі бар. Ол біріншісі тұзсыз емдік компресс. Аяқтағы артық сұйықтықты сорып алатын қарапайым әдіс. Қалай жасау керек? 1 стақан жылы суға 1 ас қасық ас содасын ерітіңіз. Дәкені немесе таза матаны осы қоспаға батырып, ісінген жерге қойыңыз. 20 минут ұстағаннан кейін алып тастаңыз. Нәтижесінде ас содасы ісінуді азайтып, терідегі сұйықтықтың шығуына көмектеседі. Екіншісі шөптік емдік ванна. Табиғи шөптер аяқтың ісінуін кетіріп, қан айналымын жақсартады. Қалай жасау керек? 2 литр жылы суға 1 ас қасық түймедақты және жалбызды қосыңыз. 15 минут қайнатып, сәл суыған соң ыдысқа құйыңыз. Аяғыңызды 20-30 минут бойы осы ваннаға батырыңыз. Нәтижесінде бұл әдіс қан айналымын жақсартып, ісінуді азайтады және аяққа жеңілдік береді. Үшіншісі аяқты жоғары көтеру және массаж. Бұл қан айналымын жақсартып, аяқтағы ісінуді басудың ең қарапайым және тиімді әдісі. Қалай жасау керек? Кешкі уақытта аяғыңызды жастыққа қойып, 15-20 минут жоғары көтеріңіз. Жеңіл массаж жасау үшін зәйтүн немесе кокос майын жағыңызда, табаныңыздан тізеңізге дейін уқалаңыз. Нәтижесінде қан айналымын жақсарып, аяқтағы сұйықтықтың таралуына көмектеседі. Қосымша кеңестер. Күніне 1,5-2 литр су ішуді ұмытпаңыз. Ағзадағы су айналымы жақсарады. Тұзды тағамдарды азайтыңыз. Ол ағзада сұйықтықтың ұстап қалуына себепші болады. Күніне 30 минуттан артық жүріп, аяққа жаттығу жасаңыз. Қан айналымын жақсартады. Егер ісіну жиі қайталанса, варикоз, бүйрек немесе жүрек ауруларына тексерілу керек. Сізде аяқ ісіну болып тұрады ма? Осы әдістерін қайсысын байқап көріңіз? Пікіріңізді қалдыра кетіңіз.